қазіргі ғалымдардың зерттеуі бойынша эмбриология ғылымы қалыптасты, яғни адам жаңағы басында ұйыған қан болады, сосын бір шайнам етке айналады деген сияқты тұжырымдар жасап келеді. Бұның да негізін Құраннан тауып жатыр, Әрине. Шақтар ғой. Кезең. Кезеңдер. Сонда бірінші узи жоқ ол кезде, 14 ғасыр бұрын. Бірінші сұйықтық. Сұйықтық Алланың құдіретімен. Оған барып ет біте бастады. Ол өсті. Сол өзінің кеңістігінде, тарғана кеңістікте тіршілік кеудесіне Алла жан бітірді. Уақыт сәті келді, пісіп жетілді. Тапсырма келді, барлық нәрсе өмірге келуіне себеп болды. Іңгәлап жер бетіне келді тіршілікте. Қайтадан тағы айналада қоршаған ортамен қабысу басталды. Онан сәби кезең, балаң кезең, бала кезең, жастық шақ, орта шақ, онан кейін кәрілік шақ. Осының барлығын кезең-кезеңіменен бүкіл болатығын кезегімен болатын процестің бәрін қасиетті Құран-ы Кәрімде ашық айқын баян етіліп тұр. Міне, осының өзі ақыл иелері үшін Алланың мұғжизасы, Алла Тағаланың мұғжизасы және осы үлкен көп ғибрат.